Армысыздар қазақ елі, отандастар. Бүгін 15 сәуір 25 жыл. Айтайын деп тұрғаным, мына ақпараттарда біздің биліктердің қитұрқы әрекеттері ішке сыймай жүрді. Енді мысалы әлемде 211 мемлекет бар екен. 211 мемлекеттің ішінде жер сатамыз деп жүрген жаңғыз Қазақстан ғана, қазақтар ғана жер сатамыз деп жүр. Соны сіздерге мен қазір дәлелін көрсетейін. 71 гектар бывшего ядерного полигона будет британской компании, а 7 гектаров в центре Алматы Соединенным Штатам, сообщает телеграм-канал Ахметов. Британцы будут добывать медь и золото, обещая очистить землю. Американцы построят генконсульство, закопавшись поглубже, видимо, от землетрясений или любопытных глаз. 25 миллионов долларов за 49 лет аренды лакомого кусочка в центре Алматы. Это щедрость или насмешка? А сколько британцы заплатят за 71 гектар потенциально заряженной земли? Неужели наши ресурсы настолько обесценились? Или мы так рады иностранным инвесторам, что готовы отдать землю практически за бесценок? Интересно, что будет с экологией после британских разработок? И как повлияет на сейсмическую обстановку гигантское подземное строительство? Естідіңіздер енді. Не деп жатыр? Бұл жер жайында. Ал енді осы 22-сі, 23-інде, осы сәуір 23-інде ассамблеяның сессиясы болады деп жатыр. Ол енді ақпараттарды толып жүр. Соны айтайын дегенім, ассамблеяны мына бір кездегі қалмақ шалдың шығарып қойған саясаты, бұл саясатқа әдейлеп тұрып мына ассамблеяны көп ұлттық мемлекетпіз деп шығарып қойған. Себебі заңсыз сайлауды ол бәлән-бай рет өткізді. Осы уақытқа шейін сайлаудардың ешқандай заңды болғанын көргеніміз жоқ. Осы сайлаударды өзінің керек кездерінде осы ассамблеяны қолдану үшін жасап қойған ұжым деп айтамыз ба, топ деп айтамыз ба, не деп айтады оны ассамблеяны? Енді сол енді ассамблеяның сессиясы болады дейді. Сессиясы болады деп жатыр. Ал бірақ оның ар жағында одардың референдум деген әңгімеде шығарып жатыр дейді. Ал енді референдумға жариялайтын одардың ешқандай қазақ халқына бұлардың заңдары ешқандай рамкаға сыймайды. Біріншіден, екіншіден бұларды істеп тұрған саясаттары ар жағында көлеңкесінде бұл Тоқаевтың өзінің аузынан айталмай жатқан әрекеті. Бұл сессияда егерде айтылып қалған жағдайда бұл тек парламентке ұсыныс беріледі. Парламентте депутаттар талқылап, ары қарай сенатқа жіберіп, сенаттан кейін барып президентке жарлық жасау керек. Бұл енді мен түсінігім бойынша осылай заңда. Енді айтайын дегенім, бұл енді ассамблея бізге, қазақтың халқына ешқандай керегі жоқ. Ешқандай бізге қажет жоқ ассамблеяның. Ода кімдер бізге? Көп ұлттық ұжым деген бе, или топ дейме бізге, қазақтың халқына. Сол үшін менің талабым, мына депутаттар неге үнсіз отыр? 107 депутат отыр, үнсіз отыр. 99% қазақтар отыр жерде. Соны айтайын деген талабым, ассамблеяның бізге ешқандай қажеті жоқ, таратылсын деген талап. Мен өз басым қарсымын осы ассамблеяға. Тарат отырыңыздар. Осыны қысқаша айта кетейін деп тұрмын. Құрметті қазақтар, қазақстандықтар, мен қазір ойланып отырған кезде қарасаң, мына билік пен халықтың арасы қарапайым бағбан менен алмағаштың арасы қыл болып көрініп тұр, салыстырмалы түрде. Мысал үшін билікті алып қарасақ, өсіп тұрған алмағашты қылды. Ең басында бірінші болып пісетіні алмағаштың жоғары жағы. Оны Қазақстан мемлекеті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев деп алайық. Зрелый, пісіп болып, соғы ерте пісіп, алмағаштың басында билікті отыр деп есептейік. Ал ортасында және төменгі жақтарында қарасаң, салыстырмалы түрде алғанда әлі пісіп жетілмеген алмалар тұрады.
оны піскенін күтесің. Содан кейін барып, соны алып, еще қысқа қалтырып, погребте сақтап, одан кейін барып, қыста пісеттеп, қыста піскенін күтіп, әлпештек кеп, оны одан кейін барып, өзіңде жегін келмейді, қонаққа бересің. Оғанға дейін пісіп келе жатқан алма ағашқа құрт құмырсқа жүгіреді. Оны дәрілеп улайсың, қарайсың, суарасың, қаншама еңбек саласың. Бұл бағбанның тірлігі. Ал енді халық пен биліктің арасын қарасақ, биліктің басында жасарын жасап, асарын асаған, өмірдің талайын көріп тастаған ақсақалымыз деп алайық. Биліктің басында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев отыр. Төменгі жағын алсақ, қанша ауыстырса да, сол алма ағаштың ортаңғы тұсы қылды піспеген, әлі жетілмеген адамдар билікті басқарып отыр. Ал біз бүкіл халық бағбанбын деп өзімізді есептесек, соны қарап, өкіметті асырап, суарып отырған ол қарапайым халық. Себебі біздің еңбек ақымыздан ұсталған әртүрлі салықтар арқылы олар нан жеп жатыр, билігін көріп жатыр. Ал піскен алмаға түсіп жатқан құрттарды алсақ, ол шет елден сұқ саусақтарын тігіп, біздің қазба байлығымызды қанап ұрлап жатқан құрттар деп есептейік. Енді осы арайда осындай шіріген алмалармен бағбан не істейді? Бірінші, шамасы жетпесе, алма ағаштың өзі шіріп бастаса, түбінен кесіп тастайды. Бағбан солай істейді. Мен бұл мысалды не үшін айтып отырмын? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз билікті әлі құра алмай отырсыз, жаңа Қазақстан жасай алмай отырсыз, қол астыңызда кадрларыңыз жоқ. Сіз ойламайсыз ба, ертең менің осы выступлениямнан кейін, менің мұны айтқаннан кейін, халық бір күннің ішінде бұнтабайт етіп шықпайды ма деп. Халық ашулы қазір. Кешегі Өскеменде әкім сайлауға бардыңыз, сол кездегі сіздің қолшақпарларыңыздың істеген тірлігін көрсеңіз, жан жақтан келген, соның ішінде Зайсаннан келген жергілікті мәслихаттың депутаттары дауыс беруге сайлауға, әкімнің орнына, формальны сайлауға келген. Соның ішіндегілерді ұлттық қауіпсіздік кеңесінің адамдары, ДВД-ның адамдары ұстап алып, сол әкім сайлауына дауыс бергізбей, депутаттың өзін Зайсанға дейін алып кетіп 500 километр жерге бәрінен құрғалтырып отыр. Сіз қазір осындай билік құрып отырсыз, халықты қорқыта беру мүмкін емес. Халық мемлекетті асырап отырған бағбан сықылды. Ертең оның да сұрауы бар. Бір күні халық сұрап бастайды, ол күні аз туған жоқ сықылды. Сол үшін осындай олқылықтарды тым құрыса астыға қарап, астында сіздің қол шоқпарларыңыз не былықтырып отыр, соғанда мән беріп, дер кезінде тоқтау айтқаныңыз жөн. Бәрі сізге алаттағы жалпақтап өтірік жауап беріп, ал төменгі жақта жаңағындай былық жасап жатыр.